Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 16-шы сабақ ана тілім, дана тілім тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма ойлан. Оқып сөйлемдердегі ойды аяқта. Менің ана тілім қазақ тілі. Біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Әркім өз тілінде сөйлеу керек. Мен ойымды, қуанышымды, ренішімді ана тілімде жеткіземін. Мен ана тілімде ән саламын. Әр ұлттың өз ана тілі болады. Мінекей балалар, сіздер осы оймен келісесіздер ме? Иә, мен осы оймен келісемін. Себебі әр адам өзінің ана тілін құрметтеуі қажет. Ал ана тілді құрметтеу ол ана тілде сөйлеу, өзінің ана тілін қадірлеуден басталады деп ойлаймын. Екінші тапсырма, осы пікірлермен келісесіңдер ме? Әрине, осы пікірлердің барлығымен келісеміз. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы дүниеге келіп, 2017 жылы дүниеден озған. Ақын, аудармашы, балалар жазушысы. Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Маралды ауылында дүниеге келген. Балдырған журналының бас редактор болып қызмет атқарған. Ақынның өлеңдерін, жаңылтпаштарын балалар қызығып оқиды. Түсініп оқы. Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз, анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз, өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ол деп қараңыз. Өлең авторы Мұзафар Әлімбаев. Балалар, өлеңдегі тағзым деген сөз ізет, құрмет, қошемет деген мағынаны береді. Үшінші тапсырма, ақын ана тілін немен теңестірді? Ақын ана тілін өз анасымен теңестірді. Төртінші тапсырма, өлеңдегі ана тілін бағалау, аялау деген сөзді қалай түсінесің? Балалар, ана тілін бағалау дегеніміз, аялау дегеніміз, ол өз ана тілінде таза сөйлеу деп түсінемін. Ғафу Қайырбеков 1928 жылы дүниеге келіп, 1994 жылы дүниеден озған. Ақын, Қостанай облысы, Торғай қаласында дүниеге келген. Ақынның Дала қоңырауы поэмасы, Жұлдызды тағдырлар жинағы, тағы басқа шығармалары бар. Шетелдік ақындардың өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Түсініп оқы. Ана тілі. Бар қазақтың орман, көлі, өзені, тау қиясы, жалпақ жазық кезеңі, сайрап сөйлеп тұрған жоқ па қазақша, қалай тозар сендік асыл сөзгені. Ана тілім күшім менің қуатым, жырым сендік жүрегімнен туатын. Тауысар ма ырысыңды, қорыңды, тізелесіп қатар жазса мың ақын. Өлең авторы Ғафу Қайырбеков. Балалар, өлеңдегі сөзгені деген сөз байлығы деген мағынаны білдіреді. Ал тізелесу деген барлығы бірігу деген мағына береді. Тыңда. 5-ші тапсырма, ақын Несіпбек Айтұлының «Ана тілі» атты өлеңін тыңда. Өлеңнің негізгі ойын түсіндір. Ақын ана тіліне деген сүйіспеншілігін қалай білдірген? Ана тілім жүрегісің анамның, жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын, ана тілім, егер сені білмесем. Сенің арқаң дүниеден сыр ұқсам, сенің арқаң жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе, туған тілім, егер сені ұмытсам. Балалар, ақын ана тілге деген сүйіспеншілігін ана тілді анасының жүрегіне, яғни жүрекке теңеген. Ана тілімді ұмытсам, анамды да қосып ұмытқаным емес пе деп келтірген. 6-шы тапсырма, пікіріңді айт. Тіл жанашыры ретінде ана тіліңді дамыту үшін қандай ұсыныс айтар едің? Балалар, ана тілінде сөйлеу әр адамның парызы деп білемін. Сондықтан да ана тілімізді бұдан әрі дамыту үшін ел болып, жұрт болып ана тілімізге деген құрмет көрсетуіміз керек. Демек, әр адам өз ана тілінде сөйлесе, бұл тілге деген үлкен құрмет деп білемін. Міне біз осылайша ана тілімізді дамыта аламыз. Орында
Жетінші тапсырма: тіл мерекесіне арналған құттықтау хат дайындаңдар. Құттықтау хат. Құрметті достар мен ұстаздар, сіздерді тіл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ана тілім мен үшін ең қымбат қазына. Оны құрметтеп, таза сөйлеуге әрқашан тырысамын. Қазақ тілі жасай берсін, мәртебесі биік болсын. Мінекей балалар, біз тіл мерекесіне арналған осындай құттықтау хат оқушының атынан жаздық. Сіздер де өздеріңіздің нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Үй тапсырмасы: отбасы мүшелерінің ана тілінде таза сөйлеу деңгейін диаграмма үлгісімен сызып дайында. 100% жақсы, орташа 50, нашар 20% ана тілінде сөйлеу. Олай болса, балалар, осы үлгіге қарап біз мынандай диаграмма құрастырдық. Отбасы мүшелерінің қазақ тілінде сөйлеу көрсетілген диаграмма. Атасы 100%, әжесі 100%, әкесі 80%, анасы 50% деп диаграмма құрдық. Олай болса, балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Егер де сабақ ұнап жатса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.